Мен бүгін Сауль Канело Альварестің бір күндік жаттығуын қайталадым. Ол таңғы 5-те тұрып, 5 немесе 10 шақырым жүгіреді. Мен де 5-те тұрып алдым. Дала қатты қараңғы емес. Ақырында қозғалыстар басталып жатыр. Қазір 5 километр жүгіреміз. Жалпы Альварес туралы айтатын болсақ, ол 5 салмақта әлем чемпионы. 60-тан астам жекпе-жек өткізген. Мексика тарихында ең ұлы боксшылардың қатарына кіреді. Әдетте ол таңғы жүгіруден кейін кішкене демалып алып, одан соң залға барып, физикалық жаттығулар істейді. Көбінесе пресс. Мен де жүгіріп болғаннан кейін кішкене демалып, залға бардым. Физикалық жаттығулар орындау үшін. Және пресс жасадым, міндетті түрде. Бұның барлығын мен 3 бөлікке бөліп тастадым. Қазір енді бокс жаттығуына барамыз, кеш болып қалды. Әлі күн батқан жоқ, толығымен енді батып жатыр. Ал жаттығудың соңғы жағы, яғни кешке қарай, бокс жаттығуларымен аяқталады. Лапада, қапшықта немесе жұпта жұмыс істеу. Короче, құдайға шүкір, Канелоның тренировкасын істедік қазір. Боксершік тренировка бітті. Болды, үйге қайтамыз. Ауыр екен жаттығу. Головкиндікі де ауыр, Альварестікі де өзінікі ауыр екен. Мен дос балам көмектес бүкіл тренировкаға. Мына жігіт.